Оқушылар, назарларыңызды дұрыс маған аударыңыздар. Ең алдымен бөлшектің бүтін бөлігін өзгеріссіз қалдырамыз. Алымына үтірден кейін тұрған санды жазамыз. Бөліміне бір цифры мен үтірден кейінгі цифрлар санына тең 0 жазылады. Енді мысал көрсетейін. Яғни оқыған кезде үтірден кейін 3 цифр тұрса, ол мыңнан деп оқылады. Сонымен 1,531 деген санды біз жай бөлшекке айналдырайық. Ол үшін ережеге сәйкес 1,531 деген санды жай бөлшекке айналдырайық. Ол үшін бірінші ережеге сүйенеміз. Ең алдымен бірінші қадамда біз бір бүтінді жазып қоямыз. Келесі бөлшек сызығын сызамыз. Енді алымына не жазамыз, бөліміне не жазамыз, соны түсіндіретін боламын. Алымына үтірден кейінгі тұрған сандарды көшіріп жазамыз. 531. Енді үшінші қадамда бөліміне не жазамыз? 1 деген санды жазып қоямыз. Бірдің артына үтірден кейін қанша сан тұр еді, сол тұрған сандарды 0 мен теңестіреміз. 3 сан тұрса, онда 3-0 қоямыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі екінші мысал. Үтірден кейін 0 саны тұратын болса, онда 0-ден кейінгі 2 цифрды алымына жазамыз. Бөліміне 1 цифрын сүреміз. Енді 0 мен толықтырып жатқан кезде бөлімін, онда 0-ді санаймыз. Өйткені бізге 1 орын, 2 орын, 3 орын. Сонымен 3-0-ді жазамыз. Сонымен жауабы 1,1049 болды. Келесі үшінші мысал. 0,1038. Бұл жерде бүтін бөлігі жоқ болғандықтан, бірден біз бөлшек сызығын сызамыз. Алымына 0 үтірден кейінгі, яғни бүтіннен кейінгі сандарды жазуымыз керек. Бірақ 0 цифры болғандықтан жазбай қойсақ болады, яғни 38-ді жазамыз. Енді бөліміне не жазамыз? 1 цифрын сүреміз. Үтірден кейін қанша сан тұр еді, сонша 0-ді жазып шығамыз. 10,163. Енді бұл жерде бүтін сан бар, сол себепті 10 бүтін деп жазып қоямыз. Бөлшек сызығын сызамыз. Алымына үтірден кейінгі 2 цифрды көшіреміз. Енді бөліміне не жазамыз? 1 цифрын сүреміз. Үтірден кейін, яғни бүтіннен кейін қанша сан тұрса, сонша 0 мен толықтырамыз. 3 бүтін. Бөлшек сызығын сызамыз. Алымына 5-ті түсіреміз, яғни үтірден кейінгі санды жазамыз. Бөліміне 1 цифрын жазып қоямыз. Енді бізде бір ғана сан болғандықтан, онда 1-дің артына 0 деген санды тіркейміз. Енді үшінші тапсырмада қажет болса, бөлшекті қысқартуға болады деді. Онда бөлшекті қысқартайық. 3 бүтін. 5-ті 5-ке бөлеміз 1,
10-ды 5-ке бөлеміз 2. Тағы да үшінші мысалды қысқартуға болады екен. Алымын да бөлімін де 2-ге қысқартайық. 38-ді 2-ге бөлеміз 19. 1000-ды 2-ге бөлеміз 500. Оқушылар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау, сәлеметте болыңыздар.